Сәлем достар. Мына көкжөтел орысша көкүлүч дейді ғой. Сол бізден де айналып өтпеді. Қызым ауырып қалды. 1 жастағы. Жалпы 1 жасқа дейінгі балдарға қиын екен. Өздігінен енді жөтел қатты қысқанда тіпті демаламай қалады да. Үйден 2 рет приступ беріп, қызыма жаман қорқып кеттік. Содан 1-2 рет берді, приступ қатты жөтелгенде қолдары құрысып ұйықтап отыр. Қолдары құрысып, бірінші приступ бергенде жүрегіміз ұшып кетті. Біз білген жоқпыз, көк жөтел да ондайға апаратынында. Орысша көкүлүч дейді. Бұған еще прививка алмай едік қой, көк жөтелге қарсы. Себебі невропатологқа апарғанда басында черепное давление деп сөйтіп емделіп, содан қалып қойды. В общем, прививкалар алынбай. Сосын қатты көк жөтел, в общем, жұқты бұл қызға. Сөйтіп түнде де 3-4 рет, 5 рет даже құсып, қатты жөтеліп жүр, тұншығып. Күндізде сөйтіп жүр. Сосын енді ол декабрьдің орталарында бастады, ауырыпты. Бірінші қошы жоқ, грипп басталады да, грипп сияқты ол басталды. Сосын ағарай уже жөтел күшейіп бастады. Үйден жаңа аугументин, сондай суспензия бердім, врачтың айтуынша. Олар бірақ пайда етпеді, оның күші келмеді олардың. Сосын ақырында барып больницаға түстік. Больницаға түсіп бір 10 күнде жатып шықтық. 10 күнде жатқанда сол ампицилин алдық. 3 мезгіл, сосын ингаляция жасады. 2 мезгіл пульмикортпен жаңа бередуалды кезектестіріп. Сөйтіп емімізді алып шықтық, бірақ больницада да ондай жөтелі қатты басыла қойған жоқ. Қатты болды жөтелі де. Үйдегіндей бірақ қатты тұншығып не істеген жоқ та, ондай судырып берген жоқ. Содан үйге шықтық, үйге келгеннен кейін де жөтеліп жүрді қатты, бірақ кішкене постепенно азайып бастады. Бірақ бұл осы жалпы көк жөтел, көкүлүч деген ұзаққа барады дейді ғой. Кейбіреулері 5-6 айға дейін, кейбіреулері 3-4 ай деп та, 1 айға дейін, даже әр балаға жалпы әр түрлі болатын болып тұр ғой. Көпке кетеді деп та, жөтел кетіп болмайды деп. Ондай қатты құлан таза айықпағанмен біздер бір әйтеуір шүкір Аллаға жөтеліміз азайды. В общем, арасында жөтеледі енді. Бұл көк жөтелде, в общем, көкүлүчте бір байқағаным, баланы қатты жылатпау керек. В общем, андай настроениесін постоянно көтеріп жүру керек та, андай жылатпау керек. Жылатқанда уже бұл бала қатты жөтеледі, тұншығып қалуы мүмкін да. Сол үшін шама келгенде жылатпай, көңілін көтеріп, ойнатып, сөйтіп жүру керек екен. Сосын таза ауаға көп шығардық. Сосын үйде терезе, постоянно комнаттарды жуып, жаңа влажный уборка жасап тұрдық. Влажный керек деді бұндай ауруға да. Влажность болу керек. Сосын үйді желдендіріп, ауа кіргізіп тұрдық. Сосын қатты ыссы болмайды екен. Бұл не деді? Қатты ыссы болса, комнаттың да не болады? Жаңа жөтелді қыштады екен, қоздырып жібереді, андай вирусты. Таза ауаға шығарып, кішкене өлтіріп тұру керек екен. Сондай жағдай болды қызымда. Қатты қорқытты бұл қыз. Сонымен енді шүкір, қазір біраз жақсымыз. Бұл көк жөтелді де жеңіп шықтық. Үйден де емделдік. Сол сіздерге айтып атқаным пайдалы болса, комментарий жазып кетерсіздер. Сұраған сіздерде де болып атса,
ауырып жатсаңыздар, егерде маған комментарийға жазып кетіңіздер, мен жауап беремін. Сосын жалпы бұл жөтел, көк жөтел деген 1 жасқа дейінгі балаға тіпті қиынның қиыны. Ол бала өліп кетуге дейін барады екен. Негізі ол жалпы тамағында қақырық болады ғой, қанша дегенмен ол соны шығара алмайды. Сосын бала тұншығып өліп кетуі де мүмкін. Енді шама келгенше қызым сөйтті. Сосын еңкейтіп, андай арқасынан қағып, әйтеуір барымызша, әйтеуір ол қиын кезеңнен де өттік-ау, әйтеуір да. Бермеген сиропымыз да қалмады. Ошын бәрінде беріп жатыр. Жалпы әр сиропты бермеген жақсы. Сироптарында жалпы не істемейді. Ондай әсер етпейді да сироп болғанда. Просто бұл деген жаймен басталып, бұл ауруда жаймен басталады да, әбден бойына тарағаннан кейін қатты күшейеді екен. Күшейгенде бірі 10 шақты күндей жүреді. Сол күшейіп та қатты жөтеледі, соның ішінде тұншығады, қаншама рет ұстайды, уже приступта. Сол қиын кезінен өтіп кетсеңіздер болды. Сол кездерде ампицилин, цифазолин, антибиотик алады ғой, қаншама. Антибиотик алып, әйтеуір жақсы болдық. Сол қиын кезінен өттік, әйтеуір. Жалпы қиын екен. Шүкір айту, Аллаға шүкір, жақсымыз. Ұйықтап жатырық. Соны сіздерге айтып бөлісейін деп. Сосын қызыма дренаж массаж жасадық. Сол больницаға жатпай тұрып, может қақырық шығарар деп та біздер жаман састық қой, енді не істерімізді білмей, тұншыққанда да қақырық шықпағасын. Дренажный массажға сол 1 рет апардым. Сол дренажный массаждан да негізі қараян қақырық шықты да. Қақырық шығып, сол күні кешке келгенде жақсы ұйықтады. Жалпы қызым массажға келсе жылайды, не екен білмеймін. Сосын ингаляция алдық. Ингаляцияның да біраз пайдасы бар. Қайта ингаляция алып. Ингаляцияның да жақсы болды. Алдап отырамыз өйстіп. Алдында клоун болып, сотканың бәрін қосып. Негізі отырмайды да. Шашын алмай тұрған кезі ингаляция алып сөйтіп емделдік.